Қайырлы күн оқырмандар. Қазақша контентті қолдап, тіркеліп, әңгіменің соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Бір ауылда 7 бірдей кәмелет жасына толмаған перзенті бар отбасының үйі өртке оранып күл-талқан болды. Өртенген үйдің отағасы Алла деген адам еді. Тіпті қара аспанда оған жәрдемдесуге ынтығып тұрғандай, жаңбыр шелектеп құйылып жауып жатыр. Өрттің күшті болғаны соншама сөндіру мүмкін болмады. Тек қана үйдің күлі ғана қалды. 7 бірдей бала-шаға үй-күйсіз далада қалды. Қазан айы. Қыс мезгілінің жақын қалғаны таңертеңгі қатқан мұздардан ақ байқалып тұрды. Ауыл имамы Сағдат ұстаз ауыл тұрғындарына әрбір шаңырақтан 2000 теңгеден жәрдем ретінде қаржылай көмек көрсетіп, қыс түскенше 2-3 бөлмелі үйді тұрғызып беруге ұсыныс жасады. Көпшілік имамның бастамасын қолдап, еріктілер бірден қағаз қалам алып жұмысқа кірісіп кетті. Әр отбасының берген әрбір тиынына дейін есепке алып, қағаз бетіне жазып отырыңыздар деп имам еріктілерге бұйрық берді. Ауылда 900 үй бар. Соның жартысынан көбі белгіленген сумадан асырып берсе, біраз бөлігі белгіленген суманы ғана берді. Бірнеше отбасы қалтасындағы соңғы тиынын берді. 900 отбасының ішінде тек бір ғана отбасы көмектесе алмайтынын, жағдайының нашар екенін айтып шағымданып, еріктілерді құралақан шығарып салды. Еріктілер имамға есеп беріп жатып, жағдайы өте нашар отбасының аз ғана тиын бергенін, және де бір отбасының бір тиынсыз қуып шыққанын баяндап берді. Еріктілердің бірі: "Міне ұстаз, жиналған ақшаға 2-3 емес, 7 баланың әрқайсысына жеке-жеке бөлмелі үй тұрғызуға болады" деп жүзіне күлкі үйіріле қуана хабарлады. Бұл сөзді естіген өртенген үйдің отағасы жалт бұрылып, қалың жұрттың алдына шығып дауысын көтере сөйлеп: Жоқ, маған ондай үлкен үй қажет емес. Үйдің өртенуіне ешкімнің де кінәсі жоқ қой. Өздері әрең күн көріп отырып, соңғы тиынын санап берген, шатырынан су тамып отырса да, менің баспанам үшін теңізге құйған тамшыдай болса да, қаражатын қиып берген, өздері қирап құлағалы отырған үйде отырып, еш өкінбей бар ақшасын қалтасынан суырып берген. Бір күндік табысын біздер үшін қиған жандардың ақшасына кең сарайда үй салғаным жарамас. Мен ол үйде қалай тұрмақпын, деді. Оның бұл әрекетіне көпшілік тәнті болды. Имам тағы да үндеу жолдады: "Ау халқым, біріксек алынбайтын қамал жоқ, күш бірлікте" деген. Кәне, кімнің қолы бос, кетпен күрек ұстауға жарайды, соның бәрін құрылысқа асарға шақырыңыздар. Қол көп болса, соншама тезірек бітеміз, деді. Көпшілік көп көріп, бірін-бірі шақырып, қолдарына кетпен күрек алып, құрылыс жұмыстарын бастап та кетті. Жүк көлігі бар адамдар тептегін үйден қалған үйіндіні тиеп тасып, көмек көрсетуде. Балалардың көңілі құлазымау үшін ауыл тұрғындары бірінен соң бірі үйлеріне қонақ етіп, сан алуан сыйлық ұсынуда. Кәсіпкер азаматтар азық-түлікті қап-қап етіп үйіп төгіп әкеліп жатыр. Бәріне бас көз болып жүрген имам үйілген құмның үстіне шығып, әлгі бір тиын да бермеген кісінің атын атап шақырды. "Халайық, араларыңыздағы Ердәулет атты бауырымыз бар ма еді?" деді. Еш жауап жоқ. Ешкім де менмін деп суырылып шыққан жоқ. Ол жігіттің асарға келмегенін бірден ұғынып, ары қарай сұрап жұрттың мазасын алған жоқ. Әр күн сайын осылай сұрап, көптің ішінен іздесе де таба алмады. 20 күнге жуық созылған құрылыс жұмыстарына бірде-бір рет қатысып, қол ұшын созған жоқ. Өртенген үйдің отағасының қалауы бойынша 5 бөлмелі шағын үй тұрғызып, 7 бала жаңа баспанаға қоныстанып, қуаныштан көз жастарын сығып, әрбір ат салысқан азаматқа алғысын білдірді. Отағасы алғыс айтып сөз соңында: "Қиын қыстау күнде менің отбасыма демеу болған әрбір жанға басым дейіп алғыс айтамын. Алла ризалығы үшін жасалған әрбір істеріңіз бен берілген садақаларыңыз қабыл болсын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, қаншама азық-түлік пен құрылысқа қажетті заттар артық қалып қойды.
Қайыр қылсаң бүтін қыл демеушім еді. Ендеше шатырынан су өтіп тұрған отбасылардың шатырын жөндеп, азық-түлікті осы заттарды қажетсініп отырған жандарға таратып берсек қалай қарайсыздар, деп үндеу жолдады. Көпшілік бір ауыздан оның пікіріне қосыла кетті. Естеріңізде болса, қайырымдылыққа ақша жинағанда мен еріктілерге жағдайы төмен отбасылардың тізімінде жазып отыруға тапсырма берген болатынмын. Менде азық-түлікті беретін отбасының тізімі бар. Баспанасы жөндеуді қажет ететін отбасының да тізімі қолымда тұр. Ендеше іске кірісейік, дейді имам. Азық-түлікті жүк көлігіне тиеп алып, жағдайы төмен отбасыларға тарата бастады. Бір кезде өкпесі өшіп, Ердәулет қолына дорба көтеріп жүгіре жетіп келді. Сіздерді азық-түлік таратып жатыр дейді ғой. Маған да бересіздер ме? Бауырым, амансың ба? Сені көру үшін ұзақ күттім ғой. Анау жолы еріктілерге бір тиын бермей үйіңнен қуып шықтың. 20 күн бойы бүкіл ауыл жабылып үй тұрғызғанда қараңды көрсетпедің. Енді міне тегін азық-түлік алуға жүгіре жетіпсің ғой. Өзің қайырымдылық жасамай тұра біреуден қайырымдылықты сұрайсың ба? Қайырымдылық жасайтындай мен бай, бақуат адам емеспін. Қайырымдылық жасау үшін бай болу шарт емес. Аз қайырымдылық жасаудан ұялма. Өйткені құралақан қайтару одан да аз деген. Қайырымдылық деген тек қана ақшалай көмек көрсету емес. Адам баласына қолыңнан келсе жақсылық жаса. Жасаған жақсылығың алдыңнан шығады. Адам ақылдылығымен қатар қайырымды болуға тиіс. Тек сонда ғана оның осынау адам деген мәртебелі атпен аталуға құқы болады. Садақа берген бір теңгең Алладан өзіңе 10 есе артық болып қайтады. Анау жүрген отбасын көрдің бе? Келіншегі жүкті екен. Келіншегінің жылап тұрғанын байқаған боларсың. Иә, көріп тұрмын. Ол не үшін жылап тұр деп ойлайсың? Білмеймін. Күйеуі ұрған болар. Міне, көрдің бе? Өзің қандай болсаң, өзгелер жайлы солай ойлайсың. Ол келіншек қуаныштан жылап тұр. Шатыры тесіліп, жаңбырлы күні шатырынан су сорғалап тұрса да, 7 бірдей бала күннің суығында баспанасыз үсіп, тоңып, далада қалмау үшін ең соңғы 500 теңгесін қайырымдылыққа жұмсады. Сонымен қоймай, отағасы құрылыс жұмыстарына белсене атсалысты. Енді міне сол берген садақасы өзіне еселеп қайтып жатыр. Ол 500 теңгеге шатырын ауыстыра алмас еді. Есесіне, пейіліне қарай Алла тағала берген садақасын 1000 есе етіп қайтарып берді. Жалғыз өзі шатырын ауыстыра алмас еді. Алла тағала оған көмекке адамдарды жіберді. Өйткені оның өзі де өзгелерге көмек қолын соза білді. Кедейліктен қорқып, сараң болмау керек. Өйткені бұл бізге садақа бергізбеу үшін шайтанның азғыруы болып табылады. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің демекші. Қандай қайырымды істер жасасаң да, барлығы өзің үшін деп ата-бабаларымыз да мақал-мәтелдерінде айтып кеткен. Шығарай шешен өз кезегінде өзін ғана ойлаған жамандықтың белгісі, өзгені ғана ойлаған адамдықтың белгісі, үлгілі сөз білмеген надандықтың белгісі, бар жоғына қарамас анық жомарт еркісі. Аға, мені кешіріңіз, менікі дұрыс болмаған екен. Сізден кешірім сұраймын. Менде бәрі жетерлік. Рас айтамын, шайтанның азғыруына еріп тегін беріп жатқан соң ала салайын деген ойым болғаны рас. Бірақ менің бұл ісім надандық екенін түсіндім. Ердәулет, тұра тұрыңыз деп үйінен бір келідей құм шекер мен картошка, пияз салынған карташаларды алып шықты. Алла разылығы үшін аз да болса мына заттарды тарығып отырған мұқтаж жанға бере аласыз ба? Алла разылығы үшін алайын, және өз иесіне жеткізейін. Имам ары қарай азық-түлік таратуын жалғастыра кетті. Үйді аралап, бәрінде таратып шыққан сол-ақ еді, алдынан диханшы шығып қалды. Ассаламу алейкум ұстаз. Алейкум ассалам інім. Не бұйымтайың бар еді?
Аға, сізді қайырымдылық ретінде азық-түлік таратып жатыр деп естідім. Биыл 10 гектардай жерге картошка мен пияз еккенімізді білетін боларсыз. Аллаға шүкір, кеткен еңбек ақталды. Бірнеше қап ұсақтау картошка мен пияз бар еді. Сол қаптарды мұқтаж отбасыға тегін ақ бере салсам деп едім. Сондай бір мұқтаж отбасы болса айтсаңыз, өзім ақ алып барып берер едім. Имам жүзіне күлкі үйіріліп, еш ойланбастан Ердәулеттің үйін нұсқап жіберді. Мінеки, қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің деген сөздің тағы бір дәлелі. Әңгіменің соңы.